Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз айраннан қимақ жасаймыз. Ең алдымен менің видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, келесі шығатын видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. 2 жұмыртқамызды ыдысқа құйып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Оның үстіне 4 ас қасық шекер саламыз. Жақсылап тағы араластырамыз. Шамалы тұз саламыз. Үстіне 400 грамм айран құямыз. Тағы да араластыра отырып, оның үстіне ұнды осылай електен өткізіп отырып, барлығын құя салмай, шамалап салып отырып, араластырып отырып саламыз. Осы қимақтың ингредиенттерінің барлығын описанияға жазып қалдырамын. Массамыз сұйық болып қалмау керек және қатты қою болмау керек. Ұнды салып араластырған сайын осылай көріп отыру керек. Ең соңында жарты чай қасық сода салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне қоюлығы осы видеодағыдай болу керек. Табамызды отқа қойып, майды сеуіп немесе жағып шығамыз. Майды көп құймаймыз, себебі аладдейміз майлы болып, дәмі шықпай қалады. Осылай қасықпен сопақша етіп табамызға құйып, бір бетін піскенше бетін жауып, 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Баяу отта пісіреміз. Міне бір беті пісті, енді екінші бетіне аударып, екінші беті тезірек піседі. 1 минуттай ұстаймыз. Екінші бетінде табаның бетін жауып пісіреміз. Менің каналымның ары қарай дамып жылжуына атсалысып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беремін. Және описание бөлімінде менің барлық осы уақытқа дейін жасаған рецепттерімнің сілтемелері бар. Сол сілтемелерді басып, кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне біздің жұмсақ, дәмді қимағымыз дайын. Мен балаларға жегенге бетіне сгущенка жағып бердім. Сіздер мед жақсаңыздар да болады. Құр өзін жесеңіздер де өте дәмді болады. Дәмді әрі жылдам, көп уақытты алмайды. Таңғы асқа жасап жесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.